Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Ашутас туралы сөйлесетін боламыз. Кішкентай кезімізде аналарымызды тыңдамай, тәттіні көп жеп қоятындықтан тіліміз тез ойылып кететін болатын. Бұл кезде анамыз Ашутасты жалататын. Түсі мөлдір, науатқа ұқсас, Ашутас шынымен де пайдалы ма? Оның қандай пайдалы ерекшеліктері бар? Ашутас ақсары түсті, дәмі қышқыл, уытсыз. Қақырықты жібітіп, құрт өлтіре алады екен. Жүрек айнып құсқанға Ашутастан аз мөлшерде қайнатып, демін алдырып, суын ішсеңіз, тапа қойылады екен. Жөтелді басып, қақырықты жібітеді. Ашутас сабын ағаш жемісі. Қызыл мияның тамырының әр қайсынан 3 грамнан суға қайнатып, нілін ішеді екен. Мұрын қанағанда Ашутастан аздап талқандап, суға салып, ерітіп, мұрынға азырақ тамызса, қан тоқтайды. Ал тіс қанағанда Ашутастан азырақ қосып, сірке суын балға араластырып, қыздырып, тіс қақсап тұрғанда ауызды шайқаса тез басылады. Сыртқы жарақаттан қанаған кезде шикі Ашутастан 45 грамм, күйдірілген Ашутастан 45 грамм, қарағай шайырынан 210 граммды талқандап, қанаған жерге басады. Балалардың аузы ойылған жерге күйдірілген Ашутастан аз мөлшерде, ойылған жерге сепсе, балалардың аузы ойылған жері демде жазылатын болады. Іріңдеген жерге күйдірілген Ашутастан 15 грамм, сары ағаштан 6 грамм, қасбояу жапырағынан 3 грамм қосып талқандап, өсімдік майына араластырып, іріңді жерге жағады. Көбіміздің кейде аяқ исі шығады, соны да кетіруге болады. Ашутас пен кептірілген жем-жемілден азырақ қайнатып, жылы сумен аяғымызды суға салып жуамыз, сонда исі кететін болады. Күйдірілген Ашутас дегеніміз шикі Ашутас пен күйдірілген Ашутастың бәрінде істеуге болады. Шикі Ашутасты қазанға салып, қыздырғанда су құрамы ұшып кеткен соң көпіршіктеніп қалады. Міне, бұл күйдірілген Ашутас деп аталады. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.